Бүгін өзімді ойын ішіндегі кейіпкердей сезіндім. Себебі біз Себу қаласындағы каньонерингқа барып көрдік. Ол не деген сұрақ туындаса, бұл табиғаттағы каньондармен жүріп өту. Оның ішінде жүзу бар, секіру, сырғанау, тарзанкадан секіру, қысқасы табиғаттағы экстрим приключения. Ең алдымен керек қағаздарды толтырдық, содан кейін бізге шлем, құтқару жилеті берілді. Қысқаша инструктаж өтіп, қай жерде секіреміз, қалай жүземіз, жалпы қалай қауіпсіз жүретініміз туралы айтылды. Стартты біз зиплайннан бастадық, жоғарыға көтеріліп, Филиппин ормандарының үстінен құс сияқты желмен жарысып ұшып өттік. Содан кейін негізгі экшен басталды. Алдымен 2 метрден, сосын 4 метрден, 7 метрден, ал ең соңында 9 метрден секірдім. Бір жағынан қорқынышты, екінші жағынан өте қызықты болды. Көп жүздік, кейде жалғыз, кейде топпен. Табиғи су сырғанақтарымен сырғанадық. Тарзанкадан суға секірдік. Тіпті суға сальто да жасап көрдік. Каньон ішіндегі жасыл табиғат, жартастар, сарқырамалар, жалпы ерекше атмосфера болды. Қысқасы бүкіл күн нағыз приключения болды. Өзімді ойын ішіндегі бір миссия орындап жүргендей сезіндім. Егер Филиппиндің Себу деген қаласына келетін болсаңыздар, міндетті түрде осы экстримді жасап көріңіздер. Өмір бойы ұмытылмайтын естелік.